Біздің кезекті видеомыз осыған дейінгі айтылған тәжірибелер, зертханалық жұмыстарды жасау барысындағы алынған графиктарды қалай өңдеуге болады, және ол графиктар бізге не береді? Біз ол графиктардың көмегімен қандай зерттеулер, қандай анализ мониторингтер жасай аламыз? Сол жөнінде болмақшы. Вернер графикал анализис программасын қостық. Енді осы программадан жаңағы файл открыть деп бұрын сақталған, бұрынғы жасалған тәжірибелердің графигін ашып аламыз. Мысалы, бізде қазір айталық, мысалы, қозғалыс импульс бір датчикпен жасалған қозғалыстың импульсын көрсететін график бар. Міне, осы графиктан қазір мысалы біз бұл жерде екі графиктің екеуі де бірдей жылдамдық болып кеткен екен. Сол екі графиктің қазір біреуін неге ауыстырайық? Жылдамдық, біреуі жаңағы орналасу қалпына ауыстырайық. Дененің мінекей осылайша график шықты. Енді бұл график бізге не береді? Бұл графиктің кез келген, мысалы мен 0,2 және 0,4 секунд уақыт аралығындағы мәндердің кез келген бір мән, мысалы 0,3 деген уақытқа сәйкес мәнді алу керек болса, сол уақыттың мәніне бассақ, график бізге сол жердегі жаңағы дененің орналасу қалпы туралы мәліметті береді, X осі бойынша, және оның жылдамдығы туралы мәліметті береді. Сөйтіп, жаңағы біз бір графикта екі бірдей мәліметті ала аламыз, және бір графиктан сол бір уақыт мезетіне сәйкес белгілі бір нақты мәндерді аламыз. Сондай-ақ бұндай нақты мәндерден бөлек, тағы да біз графиктің көмегімен, мысалы айталық, белгілі бір уақыт аралығындағы мәндерді ала аламыз. Міне, уақыт аралығын белгілеп аламыз. Сол белгілеп алынған уақыт аралығындағы мәндер үшін біз мысалы показать статистику дейді. Показать статистику десек, бізге бұл жерде қандай интервал алынып тұр уақыт аралығында, және ол жердегі айырмашылық қандай ол уақыт аралығының, және бұл жерде ең бастысы қанша жылдамдықпен дене қозғалды, және стандартный отклонение дейді, яғни жаңағы алынған бір орташа мәннен қандай ауытқушылықтар бар, және минималды уақыттың мәні қанша жылдамдыққа сәйкес келетін, және максималды жылдамдыққа келетін уақыттың мәні қанша екенін осы аралықта статистикасын көрсетіп тұр. Және сондай-ақ дәл осылайша алынған және таңдап алынған графиктің белгілі бір уақыт аралығындағы мәніне сәйкес біз жаңағы интеграл мәнін ала аламыз. Осы интервалға сәйкес жаңағы интегралдың қамтитын мәнінің аралығы қанша, жаңағы уақытқа сәйкес және жылдамдыққа сәйкес соны көрсетіп береді. Сондай-ақ дәл осындай уақытта белгілі бір уақыт аралығына алынған график бойынша біз жаңағы бір қалай деп айтсақ болады, жуықталған мәндердің осы графикке сәйкес отклонение дейміз, жаңағы ауытқушылықтарын қарастыра аламыз. Ол ауытқушылықты мысалы үшін линейный дейді, сызықты түрде қарастыра аламыз. Сондай-ақ жаңағы линейный сызықты қандай да бір теңдеуге байланысты осы жерде берілген мәліметтің ауытқушылығын қарай аламыз. Сондай-ақ осындай ауытқуды біз мысалы қарастыра аламыз. Айталық, мысалы, квадратичный, квадраттық теңдеу түрінде қарастырып ала аламыз, тағы сол сияқты, яғни берілген графиктағы кез келген уақыт аралығына сәйкес немесе белгілі бір мәндер аралығына сәйкес біз жаңағы түрлі осындай зерттеулер жасай аламыз. Ал бұндай зерттеулер бізге оқушыларды математикалық анализдеу және жаңағы болып өткен физикалық құбылыстың, механикалық құбылыстың математикалық моделін жасауға, сол математикалық модель арқылы түрлі анализ жасауға, мониторинг жасауға жаңағы үйретуге, тәрбиелеуге болады.